Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Suratul Kafirun. Әсіресе мына жерде Мгм. сіздерге айтқан едік, сүрелердің атаулары изафеттік тіркес. آه Сонда өзім кішкене آه ойланған едім де, неліктен экран келді ме? آه أز أز Қыздар дауысты أز өшіріп қойсаңыздар. Қыздар, إز менен келіп тұр екен, сабақта өтіп жатыр ғой деймін қыздарымыз. Дауыс барлығында өшті ма? Кімде ашық тұр? Әсем, сенде ашық тұр ғой деймін, дауыс өшіріп қоя сал. Суратул кафирунды негізі суратул кафирин десек те болады, алайда суратул кафирун деп аталуы тағы да басым дейді. Яғни изафеттік тіркес түрінде емес, сурату деп келіп алып әл кафирунды өзгертпей, как будто мәбни сияқты берген кездері де бар дейді. Кәпірлер туралы сүре ғой. Негізінде мына тәпсіріне де кішкене қарадым бұл сүреге келместен бұрын. Енді кезінде де тәпсірге қараймыз, бірақ қайталамағаннан кейін ұмытылып кетеді ғой. İhlas сүресі мен Кәфирун сүресін ихлас сүрелері деп атайды. Ихлас деген сөз барлық ғибадатты, яғни барлық нені Аллаға арнау дегенді білдіреді. Бұл екі сүрені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, әсіресе мына Кәфирун өткенде Ихлас сүресі Құранның 1/3 деген болса, ал Кәфирун сүресі үшін 4/1 деген екен пайғамбарымыз. Bir жорыққа шыққанда сахабаларына жаңағы бір ракатта Ихласты, екінші ракатында Кәфирунды оқытып, әрі Құранның 3/1, әрі 4/1 оқыдыңыздар ғой дегені бар екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Бүгін қызықты бір мына табари емес, Құртубидің тәпсірін оқысаңыздар өте көп қосымша мәліметтер беріп жатады. Сол жерде бір мәлімет берген екен, менің де назарымды аударды, сіздерге де айта кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен, кез келген бір жолға шыққан кездеріңізде, жолаушылыққа, сапарға шыққан кездеріңізде мына 5 сүрені оқыңыздар. Сол кезде әрі денелеріңізде күш қуат, әрі азықтарыңыз молаяды деген сияқты. Сонда әлгі кісі өзі жағдайы жоқ кісі екен жаңағы. Денсаулығы да жаңағы шамалы деген сияқты. Содан осы насихатты естіп алып еш тастамадым. Сонда әр сапарға шыққанымда менің азығым да табылды. Маған Алла күште қуатта берді дейді. Одан басқа білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таңғы және ақшам намазының сүннеттерінде осы екі сүрені оқыған. Сол сияқты тауаф намазында да осы екі сүрені Фатихаға қосып оқыған. Шама келгенше осы сүрелерді оқығанымыз дұрыс, сүннет, әрі сүннет амал ретінде. Енді бұл сүренің түсуіне себеп болуы, меккелік мүшриктер қарайды, пайғамбар еш сөзін тыңдамайды, адамдар көбейіп баратыр деген сияқты болғаннан кейін бір күні келіп ұсыныс жасайды. Сенің қалағаның мал дүние болса, саған мал дүние жинап берейік, Меккедегі ең бай адам бол дейді. Қалағаның әйел болатын болса, қалаған әйелді айт, саған ол әйелді берейік, үйлендірейік дейді. Және де сені басшы қылайық, бәріміз сенің артыңа ерейік дейді. Сол сөзіне пайғамбарымыздың сөзі де бар, білесіздер. Bir қолыма айды, бір қолыма күнді берсеңіз де, бір Аллаға ғибадат етем дейді ғой. Сонда ұсыныстарын жалғастырады дейді. Онда келісейік, біздің пұттарымызды жамандағаныңды қой. Бір күн біз сенің тәңіріңе ғибадат жасайық, бір күн сен. Сонда бұны айту себебі былай. Мысалы дейді, егер де дейді, сенің тәңіріңнің шымен сенің айтып жатқан нәрсенің пайдасы болса, онда біз де сол пайдадан бір үлес алған боламыз. Ал жоқ, біздің айтқанымыз дұрыс болатын болса, сен де ештеңе жоғалтпайсың, сен де біздің тәңіріміздің пайдасын көрген боласың деген сияқты логикамен сондай ұсыныс жасайды ғой. Сонда бірден осы сүре түсірілген екен Кәфирун сүресі. 6 аяттан тұрады. Нестағиду билла, қул я айюхал кафирун. Бұл аятты қазір жеке-жеке сөздерін талдаймыз. Көп сөз жоқ, қарасаңыздар. Әл кафирунды қараймыз. Одан кейінгі мына жерге дейінгі аяттардың барлығы абада етістігіне, я осы шағы, я соның исім фәилі, я өткен шағы, көріп тұрсыздар. Мына жерге дейін солар қолданылған. Әсіресе нөлден бастаған кісілер үшін кішкене жеңілдеу болады. Одан кейін дейін сөзі 2 рет келген. Мына сөйлемнің несіне, структурасына, құрылымына иншалла тоқтайтын боламыз. Қул я айюхал кафирун, әй кәпірлер. Не үшін я айюха дейміз? Неге просто я дей салмаймыз, оған тоқталамыз. Ла а'буду ма та'будун.
Сендердің мына аударғанда біраз кішкене мағынасы да ұйқасты болсын деп кейбір жерге табын, кейбір жерде құлшылық деп айдарған екен. Өзі үшін құлшылық деп аударып пайғамбардың өзі үшін айтқан нәрсеге, ал аналардың айтқан нәрсесіне, өйткені пұттарға табынған ғой енді. Сондықтан сөйтіп аударыпты, бірақ бұл жерде бір арабшада бір етсіз қолданған. Ла а'буду ма та'будун. Вала антум абидуна ма а'буд. Өте көп қайталану себебі прям ударение жасау ғой, сондықтан қайталанып тұр да, бір-біріне ұқсас сөйлемдер қайта қайталанып тұр, әсіресе 3-ші аят пен 5-ші аят бірдей көріп тұрсыздар. Ал мына жердегі аят негізі мына жердегі аятқа ұқсайды, алайда біраз мағынасында өзгерістер, формасында мағынасында өзгерістер бар деген сияқты. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме деп аударылған екен. Алайда сендерге сендердің діндерің, маған менің дінім, негізі жерде дини болу керек, негізінде андай нормальный арабский қазірде. Алайда Құранда кей жерлерде сондай ұзатылған яй түсіп қалады, жазылды. Енді етістіктеріне қарасақ, қаланы біз білетінбіз. Қала яқулу, құл, бұйрық рай түрінде, сарымен әсіресе нөлден бастаған кісілер үшін. Құлды білдік. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға жасаған ұсыныспен келген Меккенің сондай атақты бай мүшриктері ғой, келіп тұрған, соларға айт деген жауабы ғой. Арабшада қаратпа қосымша ретінде, яғни харфун нида деп айтылады арабшада. Нида шақыру деген болады. Бірақ шақыру дегенде былай дауыстап деп шақыру дейді. Егер де артында келген сөздің басында әл артиклі немесе белгілі әллазин сияқты, өйткені әллазин деген исім маусудың басындағы, яғни әллазидің өзі әл деген мағынаны білдіреді деп қарайтын грамматиктер де бар да. Әллазин келгенде немесе әл бар ер тегіндегі сөздерге я айюха деген қаратпа қолданады. Негізі қаратпа тек қана я қыздар. Алайда мынаның ирабы біраз сондай күрделендіріліп жергенде, логикасын түсіндіруге тырысам ирабын берген кезде, бірақ бұл практически ереже ретінде я айюха дегеннен кейін я әл артиклімен келген есім сөз тұрады. Ертегіндегі жеке екілік түр, көпше түр бәріне қатысты. Сол сияқты әллази, әллазани, әллазина дегенсе я айюхаллазина аману деп келеді ғой мысалы аяттар. Сол жерде де әллазина келгендігін білеміз. Көріп тұрсыздар, әл артиклі бар. Әл-кәфирун. Енді кәфирунға келейік. Кәфара сенбеді, иман етпеді, немесе бір жақсылықты жоққа шығарды деген мағыналарда бар. Немесе Аллаға қатысты Аллахым кәффир алайна зунубана деген кезде күнәларымыздың үстін жап деген сияқты осы түбірден туындаған етістіктерде кете береді. Бірақ мына аяттағы мағынасы сенбеді, иман етпеді деген етістіктен туындап тұр. Кәфара, якфуру, укфур, күфір, біздің күпіршілік деп жүрген сөзіміз, сол қазақшадағы күпіршілігіміз, арабшадағы мастарға еще шілік деген қазақшаның қосымшасын қойып жүрген ғой. Яда күпірлік етті, күпіршілік жасама, әсіресе күпіршілік жасама деген кезде біраз жақсылықты жоққа шығарма деген мағынада да қазақшада қолданылып жатады. Негізі ол мағына арабшасында да бар. Кәфирун исім фәғилі формуламен келеді, білесіздер. Көпше түрінде уна қосылады. Кәфируна, кәпірлер дегенді біледі. Естеріңізде болса, өткенде Наср сүресінде ядхулуна дегенде де бір уна бар етін, ол етістікте қосылатын уна. Ал мынау көпше түр дейді, бұны жама музаккар сәлим, ертегіндегі дұрыс көпше түр дейді. Өйткені сөздің түбірі өзгермей уна деген қосымша қосылып тұр ғой. Алайда бұл атау септігінде тұрса кәфирун, ал атау септігінде тұрмаса кәфирин,ілік септігінде, табыс септігінде де мәнсуп болса да кәфирин. Сонда негізі септікті көрсетіп тұрған белгі ретінде уна емес, именно мына уау ғана. Атау септігін білдіріп тұр дейді. Яй харфу жар я да мудаф илейх изафеттің екінші мүшесі болса, ілік септігін, яғни мәрфу екендігін білдіріп тұр, мәрфуқтың аламеті деп қарайды. Мынау болатын болса, мәнсуп болған кезде тағы да ямен деген сияқты. Сондықтан сіздер Құранда кей жерде кәфирин, кәфирун деп көріп жатсаңыздар, демек септігі ауысып жатыр деген сөз бұны. Я айюхал кәфирун, ей кәпірлер. Әл деген
Arapçada көптеген мағыналарды білдіреді. Солардан бірі белгіліктен бөлек кәпір болған барлығын қамтып кетеді. Бұл тек қана Меккедегі мүшрик кәпірлерге емес, жалпы бүкіл кәпірлерге қаратылған сөз. Қыздар, нені жауып қоясыздар ма дауысты? Дауысты жаба қойсаңыздар. Мен өзім көрейін, мына жерден егер жаба алсам, осы жерден жабуға тырысайын. Бір кезде ашық қалып қалатын жағдайлар болады. Иә, экран нені жауып қойсаңыздар. Абада, ғибадат жасады дегенді білдіреді. Өткен шақ ретінде абадтум келді бізде. Абадтум. Өткен шақтың жіктелуі біраз жеңілдеу, арабшада өйткені есімдігіне ұқсас келеді окончаниясы. Әнтум сендер десек, абадтум дегенде түм деген қосымшалары ұқсас та біраз. Негізі әнтум бүтін есімдік болып саналады да, сендер дегенді білдіреді да. Ал ғибадат еттіңдер дегенде іңдеріміз бар ғой, сол еттіңдердегі іңдеріңіз мынау түм. Сонда арабшада екеуі бір-біріне сәйкес келіп тұр. Осы шағы я'буду, алайда біздің аятта а'буду. Вәлә а'буду ма та'будун деген формалары келді. Сол сармен берейік біздегі аятта келген формалар. Мына формалар бізде осы сүреде келіп тұр. А'буду мен ғибадат етемін. Та'будуна, естеріңізде болса біз өткенде я'будуна дегенбіз. Басы я болса үшінші жақ, басы та болатын болса екінші жақ. Солай есте ұстасаңыздар болады. Мысалы мен мына жерге я'будун десем, онда олар ғибадат етеді. Ал та'будун десем, сендер ер кісілер ғибадат етесіңдер дегенді білдіреді. У'буд бұның бұйрық райы. Біздің ғибадат деп жүрген сөзіміз, бұны осы етістіктің мастары. Мастар деген сөз тұйықрай деп айтады ғой, есімге айландыру етістікті. Ғибадат етті болса, ғибадат ету дегенді білдіреді, ғибадат деген сөз. Біз оған ғибадатты етістікке айландыру үшін етуді қосамыз, біз наоборот, оның өзінің етістігі бар дейді. Абидун құл деген сөз, ғибадат етуші дегенді білдіреді. Көпше түрі жағаға кафируна дегендегідей уына. Дәл мына жердегі сияқты, қыздар, септігі ауысса не болады? Мына жерде кафирун дедік, кафирин, кафирин. Онда абидун не болады? Абидина болады. Иә, абидина ілік септігінде мәнсұп болса да абидина. Олай болатын болса, қай септікте тұрғандығы бізге маңызды. Қандай мүше сөйлемде, қандай мүше болып тұр дегенді білдіреді. Септігін мағынасына қарай білеміз бе? Иә, септігін сөйлемдегі құрылысына қарай берейік. Мысалы, раайту мен көрдім десеңіз, кімді дейсіз ғой? Кімді десеңіз, абидин. Табыс септім. Кімді көрдім? Немесе, мысалы, хум абидуна дейік. Олар ғибадат жасайды деген бір сөйлемді алайық. Бұның басына кәнаны қойып жесеңіз, кәну дейсі де, кәнаның хабары, баяндаушы, мәнсұп қой, абидин. Соған қарай, сөйлемдегі қызметіне қарай, ол абидун, абидин деп өзгеретіні сол. Я айюхал кафирун, ей кәпірлер. Енді иғрабы деген кезде не үшін иғраб біраз не дейтін болсаңыздар? Құл фи'лу әмір. Қыздар, мен мына жерін ыңғай алып тастадым. Негізі арабтар бүйтіп қарайды. Әмір етістіктері мәбни, қатып қалған, өзгермейді. Сондықтан өзгермейтін харакатын айту керек деп қарайды да, сондықтан мәбни деген сөз осыған осылай болып бина етілген, соғылған болды, сол күйінде қатқан дегенді білдіреді. Аля сукун. Сукун мен тұрақталған деген сияқты да, үстінде сукун, ол итақта сукун ғой, ол өзгермейді, сондықтан мен мыналарды артық деп алып тастадым сіздер үшін. Фаиле мустатир жасырын, уджуба міндетті түрде, өйткені екінші жақтың бұл бұйрық райдағы несі вуджубан, ол сөзде біз үшін оншалықты керек емес. Тақдируху мустатир деген бағалануы әнті деп қысқартсақ жетеді. Я харфу нида.